Сәлем достар, бүгін Androidқа қалай бесплатный PicsArt'ты басып алуға болады, сол туралы айтамын. Абсолютно бесплатный, платный функциялардың бәрі сіздерге бесплатно беріледі, бірақ только Androidқа. Енді Телеграмға кіресіздер, поискқа apps full деп жазасыздар ағылшынша. Apps десеңіздер уже шығады, мінекей apps full. Осы жерде мінекей PicsArt'ты поискқа тересіздер, ағылшынша тересіздер. PicsArt дейсіздер. И өзі сразу тауып береді мінекей. Осыны загрузка жасаймыз, осылай стрелка басып. Күтеміз, загрузка болғанын толық. Все, загрузкамыз жасалды. Енді осының үстінен басамыз. Сол кезде установить деп шығады. Установитті басасыздар. Қорқпаңыздар, ешқандай вирус емес ол. Мен сонымен жұмыс істеймін. Кейде установкасы болмайды. Сол кезде мына жерде разрешить деп шығады вопрос өзі. Сол разрешиттің үстін басасыздар. И содан кейін бар установка жасайды. И еще тағы да бір айтатын не бар. Егер де сіз бұрында Play Market'тен басып алған PicsArt'ыңыз болса, онда оны обязательно өшіресіздер и осы PicsArt'ты жүктейсіздер. Мінекей все, біздікі жүктелді. Регистрация жасасаңыз да болады, жасамасаңыздар да болады. И осыны PicsArt'ты ашып, уже спокойно жұмыс істей беруге болады. Өзіңіз білесіз, регистрация жасасаңыз да болады, жасамасаңыз да болады. Тура сол PicsArt, бірақ қараңыздар, функциялардың бәрі доступны. Например, көрсетейін, қазір ақ фон таңдаймыз. Қараңыздар, Gold неге ашық. Так, инструменті да бәрі доступны, даже на удалить дегенде доступны сіздерге. Бәрін спокойно осы жерден өшіре аласыздар. Тағы қандай бұл жерде жоқ. Эффекті де тоже бәрі доступны. Платный версиялардың бәрі бесплатны. Енді пайдалана берсеңіздер болады спокойно. Стикерде тоже Gold деп тұрған стикнеке, премиум деп тұрған стикерлардың бәрін сіз спокойно енді ала бересіз. Пайдалана берсеңіздер болады. Мына жерде бәрі тұр. Қара, неше түрлі День Валентинаға неше түрлі тұр екен. Осы жерден өздеріңіз ұнаған алып дизайн жасай берсеңіздер болады. Менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Маған тіркеліп, осы видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.